Құрметті 37-ші топ студенттері, біз сендерге онлайн оқытуына, қашықтықтан оқытуына байланысты сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы кейбір дайын пішінді профильді прокаттарды кесу. Сабақтың міндеті дайын пішінді прокаттар дегеніміз сендерге бұрыштамалы прокат, оңғалақты, табырлы, екі табырлы, және де бір табырлы, тағы да басқа заттар жатады. Сендерге осыларды кесуді меңгерту. Ал енді жұмысымызды бастар кезде біз өткен сабақта сендерге газ кескімен жұмыс істеу ережелерін, қалай қолдану керек екендерін бәрін түсіндіріп өткенбіз. Енді сол бойынша біз мына қолымызда газ кескімен кесер кезде сендердің жұмыс орындарында аппарат, ацетилен аппараты, АЦП-10, жылжымалы генератор, оттегі баллоннан 3 метр қашықтықта болады дегеніміз. Сол бойынша қазір біздің аппаратымыз жұмысқа қосылуы дайын. Ал енді біз сендерге ең бірінші бұрыштамалы бұйымдарды кесуден бастайық. Бұрыштамалы бұйымдарды кесу үшін біз алдымен бор өзімізге керекті бұрыштама алып, мысалы бізге 100 мм көлемде мына бұйымды кесіп алу керек болады. Белгі саламызда бор мен бұрыштаманың көмегімен сызып аламыз. Жаңағы белгі саған жерімізді. Белгі салып алғаннан кейін кесуді бастаймыз. Құрметті студенттер, сендерге сабағымызды қорытындылай келе, біз бағанан бері тотық тұрып кесу дейді. Тотық тұрып кесудің неше түрі бар? Металды жылумен кесу қанша топқа бөлінеді? Осы сұрақтарға дайындалып, жауаптарыңды күтеміз.